діни білім, теологияда айтады ғой, дін жалпы адамзатты екі дүниеге бақытқа жетелейтін жол дейтін болсақ, екі дүниенің бақытын табу үшін үйде төсекте жатып, жаңағыдай интернеттен мен соған қол жеткізем, мен сондай бір ғылымға иелік етем деу қателік болады ау. Өйткені интернет желісіндегі әртүрлі толассыз ақпараттардың барлығын діни жаңағы дұрыс ақпарат екен деп қабылдап, соны өміріңізге жаңағыдай бір тұтқа ретінде қарастыруға асықпауымыз қажет. Өйткені интернет желісі арқылы жаңағы арбалып батқан көптеген жастарды біз білеміз. Жоғарғы мектеп класындағы оқу орындарында студенттер, колледждегі студенттердің түсіп қалған жағдайлары өте көп осы интернет желісі арқылы. Оның ішінде телеграм каналдары, әсіресе қазіргі кезде ВК каналдары арқылы, сосын YouTube жабық каналдары бар, осыларға тіркелу арқылы бейресми болмаған, шетелдік болған интернет жаңағы көздерден діни ақпарат алуға біз шақырмаймыз. Керісінше Қазақстандағы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына немесе арнаулы дін істер комитеті тарапынан мақұлданған діндерді зерттеу орталықтары тарапынан жұмыс жасайтын осындай бір каналдарға немесе осындай бір ресми болған ақпарат көздеріне ғана сүйеніп алса болады. Ал ләзі болса негізінде ұстаздан тура қарап отырып, жүзбе жүз дейді ғой, тет-на-тет деген секілді, солай бір ақпарат алғанға ештеңе жетпейді. Сол кезде ғана ақпарат толық қонады. Және интернеттегі бір ескертетін жағдай, ол сіздің қатеңізді ешқашан түземейді. Ол жазылып қойылған нәрсе, сіз дұрыс нәрсе болса да интернеттегі, сіз дұрыс түсінбей қалуыңыз мүмкін. Өйткені ұстаз жоқ арада түсіндіріп, сізге ара жігін ашатын, сіздің қателігіңізді айқындап беретін ұстаз болмағаннан кейін, кейбір кезде ондай фактілер де болған. Интернеттегі дұрыс ақпаратты тыңдап, бірақ тыңдаушы тарап дұрыс түсінбей адасуға кеткен. Ондай жағдайлар да бар. Сондықтан қысқасы біз ұстаздан жүзбе жүз сабақ алуға ниетіңіз болса, солай әрекет етуге шақырамыз.